Мына мысалы жаңағындай жұма намазына асығып бара жатқан кезіңізде бір гаишник тоқтатады. Нарушение сізде. Сосын сіздің жіберіңізші, жұма намазына баратыр едім, жұма деген сөздерді кірістірмеңіз ана нәрсені ақтауға. Үлкен қасиетті тақырыпты. Сіз айтыңыз, қалай бар, солай бар. Сөз ба қандай мәселе? Тек мынандай мағынамен ғана айтуыңызға болады. Мен жұмаға баратыр едім негізі. Удостоверением тастап кетейін. Қалып баратыр мен мешітке. Сол жаңағы қайтадан қайтып келем да, сосын сөйлесеміз деп. Сосын сол қайтып келген кезіңізде сөйлескен кезде атауын жүрегін жөндеп қою мүмкін. Қараңыз. Сен бауырым ештеңке нетпей қой, нарушение болған бірақ нақты. Сол кезде екінші сынақ кетеді. Сол кезде сіз айтасыз, жазыңыз дейсіз. Сіз исламның характерін көрсету керек. Сіз көрсетпесеңіз, біз бірдейміз қоғамда. Ешкім танымайды мына діннің қадірін. Ешкім мына діннің таңғалатын қасиетін көрмейді. Сіз оны керісінше ойлайсыз ол жерде. Алла Тағала реттеп қойыпты ғой жүрегінде. Нарушение. Сіз төлейсіз ба? Сіз төлегенде хайыр жатыр. Сіз ойламаңыз уже жамандық жатыр деп. Жақсы жатыр. Сіз 5 ай тыныш жүресіз. 40 па 40, 60 па 60. 5-6 айдан кейін кішкене қайтадан басталуы мүмкін, тағы біреу шығады. Асылы сондай өмір. Көрдіңіз? Қазір олар да, басқалар да беріп жатыр. Сізден намаз оқып бере саласыз кетеміз. Айырмашылық жоқ қой. Ол қайтып таңғалады бұл дінге. Бұл намаз оқып беріп құтыла береді дейді, болды. Өзіңіз ойлаңыз әрбір нәрседе. Көрдіңіз қандай мәселелер. Ақтау мәселесінде байқау керек.